Саламатсыздар ма, құрметті елбасы медалі жобасының қатысушылары. Сіздермен бірге мен, Ақниет Ералиева. Алғашқы дәрісімізде біз домбыра жайлы және оның құрылысымен танысатын боламыз. Бұл домбыра қазақ халқының киелі аспабы. Өзінің тарихында қазақ халқының мұңын сейілтіп, қуанышын арттырған құрал ретінде өз қызметін атқарып келді. Қазағымыздың белгілі ақыны Қадыр Мырза Әлі ағамыз нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп бекер айтпаған. Оның астарында қазақ халқының осы домбыра аспабы қазақ халқының қайнар көзі, рухының қайнар көзі екендігін дөп басып айта білді. Ал домбыраны тыңдай білу, домбыраның әуеніне сүйсіне білудің өзі үлкен өнер. Егер де біз домбыраны ойнай білсек, домбырамен сырласа білсек, ол адам рухының жетілгендігінің әрекеті болып табылады. Біз осы алдағы уақытта, осы дәрістердің барысында домбыраның қыр-сырларын меңгеріп, домбыраның құпияларын бірге ашатын боламыз. Енді мен сіздерге домбыраның құрылысын таныстыратын боламын. Бұл домбырамыздың адамның мүшелері сияқты, домбыраның да өзінің мүшелерінің атаулары болады. Бұл домбыраның басы. Домбыраның екі құлағы басында орналасқан. Бұл шайтан тиек немесе кіші тиек деп аталады. Және домбыраның ұзын мойны, осы мойнында 19 перне орналасқан. 19 перненің жеке-жеке өздерінің атаулары болады. Және де міне екі шегі домбыраның, астыңғы шегі және үстіңгі шегі. Астыңғы шек бізде соль шегі, үстіңгі шек бізде ре шегі. Бұл домбырамыздың үлкен тиегі. Яғни, мынау жоғарыда көрсеткенім, бұл кішкентай тиек, яғни шайттан тиек, бұл үлкен тиек. Домбырамыздың беті. Домбырамыздың бетінде дыбыс шығару ойығы, яғни домбырамыздың аузы. Осы арқылы дыбыс сыртқа шығады. Домбырамыздың бетінде арнайы қоршалған қоршау бар. Бұл неліктен? Себебі домбыраның дыбыс шығу ойығынан кейінірек біз тартатын болсақ, дыбысымыз сапалы емес және таза емес болып шығуы әбден мүмкін. Сол үшін домбыраның қорғанынан аспай, шықпай тартқанымыз өзіміз үшін де дұрыс болады. Ал мынау түйме. Осы түйме арқылы шектер құлағымызға байланады, құлақтарға. Ал мынау домбыраның шанағы, немесе домбыраның кеудесі деп аталады. Осы біздің домбырамыздың құрылысы. Мысалы, домбыра жас ерекшеліктеріне байланысты әртүрлі өлшемдерге бөлінеді. 6 жас пен 10 жас немесе 11-12 жас адамның өзінің дене бітіміне байланысты өлшемдерге бөлінеді. Мысалы, 6 жастан 12 жасқа дейін 44-ші өлшем, 12 жастан 16 жасқа дейін 46-ші өлшем, ал мынау менің қолымдағы 48-ші өлшемді домбыра, яғни ересектерге арналған. Бұл неліктен дейсіздер? Себебі кішкентай бүлдіршіндеріміздің саусақтары, қолдары домбыраның пернелеріне жетпеуі мүмкін. Сол үшін де өз өлшемдерінде ойнаған дұрыс, егер де мүмкіндік болса. Домбыра үйренудің 3 әдісі бар. Ең біріншісі нота бойынша кәсіби түрде үйренеміз. Екіншісі сандық жүйе бойынша әр перненің атауларын айтып сандық жүйе бойынша үйренуге болады. Ал үшінші халық арасында кең таралған бұрынғы заманнан бері келе жатқан құймақлақтық әдіс. Мен сіздерге осы дәрістерді ең алдымен домбырада ноталарды көрсету арқылы құймақлақтық әдіспен үйрететін боламын. Үйге берілетін тапсырма. Біз бүгінгі сабақта домбыраның құрылысымен таныстық. Яғни, домбыраның басы, домбыраның мойны, беті деп әрбір құрылысын жеке-жеке нақтылап тыңдап, жақсылап қадағалап жаттаймыз. Келесі сабақта осы домбыраның құрылыстарын сіздерден сұрайтын боламын. Сіздермен бірге болған Ақниет Ералиева. Сау саламатта болыңыздар.